Егер де сіз өмірде болған шынайы оқиғаларды тыңдағыңыз келсе, менің каналыма тіркеліп кетіңіз. Алда сізді жүректі ауыртатын, ойландыратын және өмірге басқаша қарауға мәжбүр ететін оқиғалар күтіп тұр. Күздің сұрқай кеші. Аспанды қара бұлт торлап, жаңбыр тамшылары терезені баяу соғып тұрды. Үйдің іші суық. Пештің оты баяғыда өшкен. Бірақ бұл үйдің ішіндегі суық тек ауа райынан емес еді. Айгүл 5 баланың анасы болатын. Сырт көзге қарағанда қарапайым әйел. Бірақ оның ішіндегі күйзеліс пен шаршау ешкімге көрінбейтін. Күйеуі оларды бірнеше жыл бұрын тастап кеткен. Басында қайтып келемін деп кеткен еді, бірақ содан кейін із-түзсіз жоғалды. 5 баланы жалғыз асырау Айгүлге оңай соқпады. Алғашында ол күресті. Таңнан кешке дейін жұмыс істеді. Балаларын аш қалдырмауға тырысты. Бірақ уақыт өте келе оның ішінде бір нәрсе сынып кетті. Анашым, қарным ашты деді, ең кішкентайы жыламсырап. Айгүл үндемеді. Ол қабырғаға қарап отырып қалды. Көзінде жас жоқ. Тек бос қарас. Үлкен қызы аяулым бауырларын жұбатып жүр. Шыдаңдар анам, қазір бірдеңе табады, бірақ ол да білетін үйде ештеңе жоқ екен. Сол күні Айгүл алғаш рет балаларынан қашқысы келді. Келесі күні таңертең ол балаларын оятты. Киініңдер, далаға шығамыз деді жай ғана. Балалар қуанып кетті. Көптен бері сыртқа шықпаған еді. Олар бәрі бірге аялдамаға барды. Кішкентайлары анасының қолынан ұстап келеді. Сеніп келеді. Айгүл олардың әрқайсысына ұзақ қарады. Сосын кенет осында отырыңдар. Мен қазір келемін деді. Балалар бас изеді. Олар анасына сенді. Айгүл бұрылды да кетіп қалды. Қайтып келмейтінін өзі де сол сәтте түсінді. 1 сағат өтті. Сосын 2 сағат кішкентайы жылай бастады. Анашым қайда? Аяулым ернін тістеп отыр. Келеді, міндетті түрде келеді, бірақ өзі де сенбеді. Кеш батты. Жаңбыр жауды. Балалар әлі отыр. Кешке қарай бір әйел оларды байқап қалды. Сендер неғып отырсыңдар мұнда? Аяулым үндемеді. Анам кетіп қалды деді ақыры. Сол сәтте бәрі түсінікті болды. Балаларды уақытша орталыққа алып кетті. Күндер өтті. Балалар әр түн сайын есікке қарап ұйықтады. Анам келеді деген үмітпен. Ең кішкентайы әр әйелді көргенде анашым деп жүгіретін. Бірақ ол анасы емес еді. Аяулым бір күні сыбырлап айтты. Бізді анамыз тастап кетті. Сол сөзден кейін бәрі жылады. Айгүл басқа қалаға кетіп қалған еді. Жаңа өмір бастамақ болды. Балаларын ұмытқысы келді. Бірақ түнде ұйықтай алмады. Балаларының дауысы құлағынан кетпеді. Анашым, ол құлағын жауып жатты. Бірақ жүрегін жаба алмады. Балалар орталыққа жеткізілген түн ешқайсысы ұйықтай алмады. Темір кереует, бейтаныс иіс, бөтен адамдар. Ең кішкентайы жастығын құшақтап, анашым келеді ғой, иә, деп сыбырлады. Аяулым жауап бермеді. Ол терезеге қарап отырды. Сыртта жаңбыр, дәл сол күні оларды тастап кеткен жаңбыр. Келмейді деді ақырын ғана. Осы сөзді айтқанда оның ішінде бір нәрсе мәңгілікке үзілді. Күн сайын балалар есік жаққа қарайтын. Әр дыбысқа селт ететін. Бір әйел кірсе болды, бәрі үмітпен қарайды. Бірақ ешқашан анасы кірмеді. Ортаңғы ұлы бір күні ашуланып кетті. Ол бізді жақсы көрмейді. Тастап кетті. Аяулым оны құшақтап алды. Айтпа олай, бірақ іштей өзі де соны түсінді. Бір күні орталық қызметкерлері балаларды шақырды. Сендерді әр түрлі отбасылар асырап алуы мүмкін. Сол сәтте 5 бала бір-біріне қарады. Қорқыныш. Біз бірге қаламыз ба? Деді кішісі. Ешкім жауап бермеді. Бірнеше аптадан кейін бірінші болып ең кішкентайын алып кетті. Ол жылап айқайлады. Аяулым, мен кеткім келмейді. Аяулым жүгіріп барып құшақтады. Қорықпа, бәрі жақсы болады, бірақ өзі де сенбеді. Сол күннен бастап олар бір-бірінен ажырай бастады. Аяулым соңында жалғыз қалды. Бауырларының дауысы жоқ. Үйдегі шу жоқ. Тек тыныштық. Қорқынышты тыныштық. Ол түнде сыбырлап сөйледі.
Анашым неге? Жауап жоқ, ал Айгүл жаңа қала. Жаңа жұмыс. Жаңа адамдар. Сырттай бәрі жақсы сияқты. Бірақ ішіндегі бос орын толмады. Бір күні ол базарда кішкентай баланы көрді. Бала анасының қолынан ұстап тұр. Сол көрініс оның жүрегін тілгілеп өтті. Ол көзін бұрып әкетті. Бірақ кешеді естеліктер қайта оралды. Балаларының күлкісі, дауыстары. Анашым деген сөздер Айгүл түнде ұйықтай алмайтын болды. Қайда қараса да балалары. Құлағына олардың жылаған дауысы естіледі. Бір түні ол айқайлап оянды. Кешіріңдер мені. Бірақ бөлмеде ешкім жоқ. Сол түні ол бірінші рет мойындады. Ол қашқан жоқ, ол сатқындық жасады. Айгүл бәрін тастап қайта оралды. Балаларын іздеуге. Орталыққа келді. Менің балаларым қайда? Қызметкер үнсіз қалды. Кеш қалдыңыз, сол екі сөз оны жерге отырғызды. Жоқ, оларды қайтарыңдар. Бірақ бәрі бітті. Балалар әртүрлі отбасыларға кетіп қалған. Айгүл әр баласын іздеп көрді. Бірақ құжаттар жабық. Мекен-жайлар берілмейді. Ол көшеде жүріп әр баланың жүзіне қарайтын болды. Мүмкін біреуі менікі шығар деп. Бірақ ешқайсысы емес. Жылдар өтті. Балалар өсті. Әр қайсысы әр түрлі тағдырмен өмір сүрді. Бірақ бәрінің ішінде бір жара қалды. Неге анамыз бізді тастап кетті? Аяулым есейген соң бір ғана нәрсені түсінді. Кейде анада қателеседі, бірақ кейбір қателік кешірілмейді. Көп жылдан кейін аяулым анасын кездірді. Көшеде екеуі бір-біріне қарап қалды. Айгүлдің көзінен жас ақты. Қызым, аяулым үнсіз тұрды. Кешірші мені, ұзақ үнсіздік. Сосын аяулым жай ғана айтты. Біз сені күткенбіз. Осы сөз Айгүлді күйретті. Кейбір адамдар қателеседі. Кейбіреулер сол қателігін түзете алады. Ал кейбіреулер өмір бойы соның азабымен өмір сүреді. Айгүл үшін ол азап 5 баласының анашым деген даусы еді. Енді ол дауыс тек естелік болып қалды. Аяулым анасымен кездескеннен кейін ұзақ уақыт сөйлей алмады. Сол бір ғана сөз, біз сені күткенбіз, екеуінің арасындағы жылдардың ауырлығын жеткізгендей болды. Айгүл қолын созды. Бірақ аяулым кейін шегінді. Маған уақыт керек деді ол жай ғана. Бұл бас тарту емес еді. Бірақ кешірімді емес өмір. Ең кішкентайы жаңа отбасында өсті. Ол анасының жүзін ұмыта бастады. Бірақ түнде кейде жылап оянатын. Неге екенін өзі де түсінбейтін ортаншы ұл тұйық болып кетті. Ешкімге сенбейтін болды. Барлығы бәрібір тастап кетеді дейтін ол. Тағы бір қызы керісінше тым мейірімді болып өсті. Барлығына ұнауға тырысты. Ішінде бір қорқыныш бар еді. Мені де тастап кетпесе екен. Екінші үлкені ашулы болды. Әлемге ренжіді. Ана деген жоқ, дейтін ол. Ал аяулым ол бәрін ішінде сақтады. Сырттай күшті, ішінде сынық. Айгүл бір күні дәптер бастады. Әр бетінде бір ғана сөз жазылған. Кешір. Ол балалармен сөйлесе алмаса да, осылай ішіндегі ауырлықты шығарғысы келді. Бірақ әр жазған сайын жүрегі одан сайын ауырлай берді.